Хей, барлықтарыңа сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге емес сол и және достар, бүгінгі видеода Stickman против Майнкрафттың 13-ші сериясын айтатын боламын. Сіздер видео басталмай жатып лайктарыңды басып каналға тіркеліп кетіңдер, себебі осы контент менде жақсы просмотр жинайды екен. Ал сендерге ұнаса, мен ары қарай жалғастырамын. Неше видео басталады. Оказывается, қызыл мына жақта уже мына үшеуі түсемін дегенше қызыл уже мына жақта балық аулап отыр екен, базар жоқ. И және соның арасында уже балықтар тауып алғанын айтады. Және оның достарына берген кезде сарын балық жерге түсіп кеткенде ол осында мынандай жерлер тауып алады, короче. Судың астында қызыл жерлер бар екенін достарына айтып, оны судың астына шақырады. Ал достары қызық болсын деп барғанда бүкіл неше түрлі тасбақалар, балықтар барғанына шоқта болады. Өйткені оған дейін олар вообще суға түсіп білмеген. Бірақ та балықтар ендесіндер суда ұзақ жүруге болмайды, себебі ауа жоқ бола бастайды. Сол себепті бұл төртеуі оны білмегендіктен бата бастайды. Және де оған какой-то бір дельфин бұларға осындай қалпақтар береді. Олар енді осы қалпақтар арқылы олар яғни уже көп уақыт бойы жүреді, короче, осылай ауа бойы. Ал мына келген кезде дельфин, короче, балықтар бір үлкен балыққа против болады да, соны жеңуге аттанады. Ал шын мәнінде осы дельфиннің әпкесі ма, сіңілісі ма, короче, оны алып ұрлап кетеді. Және осы төртеуіне трезубец беріп, сол әпкесін табуына өтінеді. Әрине біздегілер жарайды деп оны көмектесуге аттанады. Ал оранжевый келсек, ол уже мына жақта шокта болады, себебі ол порталдан шыққан кезде оны монстрлар күтіп алады. Және де ол рандомный порталға кіре салады да, и осы жақтан бірақ шығады, короче. Шынында керек, ол өзінің достарын сағынып кетті. Себебі қаншама қиындық көрді өздерін көріңдер алдыңғы бөлімде. И және де ол достарын іздей бастайды. Ал мына жақта уже, короче, дельфинді ұрлап кетеді, көріп тұрғандарындай, ана төртеуі әйтеуір қорғайды соны, типа охранник. Ал мына щеголдарды фак-фак деп өлтіріп тастайды, короче. Яғни бұлар түк істей алмайды ғой. Ал мына төртеуіне сенгенде осы дельфин жоғалып кеткенін айтып, осыны тауып алыңдар дейді. Олар смело деп соны іздеуге кетеді, короче. Және оларға трезубецпен жүруге кетеді. Біздің төрт Stickman мыналарды смело өлтіріп тастап, сол дельфинді іздеуге аттанады. Нәтижесінде дельфинді олар таппайды, бірақ оның төбесінде бір шум болып жатқанын түсінеді. Оказывается, мынау типа оны жақсы көріп қала ма дельфинді, ана дельфин оны жақсы көрмейді, короче. И және де көк осы клубқа арқылы мынаяқтың бүкілін дывын шығарады. Және де оған әне балықтар су суымен қалмайды, так что оны давай деп дельфинді алып кетеді. И және де ол дельфинді келіп келген кезде оны бүкіл уже типа бақтайды, себебі ол уже патшалықты алып келді ғой, короче, патшайымды. Және де олар қалай алғасын білдіре аламыз дегенде, жасыл бізге портал тауып беруін сұрайды, себебі портал оларды өз үйіне апарады. Және де дельфин оның қайда екенін білетінін айтып картаны береді. Жасыл және де оның достары картаның артымен жүреді. Бірақ та оны бір жаман зат күтіп тұр әрине. Және де ол өзі келе жатқан кезде, короче, бір осының достары осындай бір бәлеге түсіп кетеді. Оказывается, олар судың астына түскендіктен, олар астына қарап қалған кезде, уже мына жақта зомбиларында да кемесі жатыр екен. Әрине, зомбилар оны қарсы алып, оған шабуыл жасай бастайды. Кейде еще кемесі жүреді, прикинь. Олар төртеу қашан есе томында, сонда көп зомбилар болып, олар зорға дейін жүзіп қаша бастайды. Әрине, зомбилар оның артынан қуалмайды, себебі зомбилардың басы тимейді, білесіңдер. Ақыры бұл төртеу зорға дегенде аман қалып судан шығады. Және де жасыл қатты қорқып кетеді, себебі ол мына жақта қиындап кеткен соң өзінің досын сағынады, оранжевый. Яғни төртеуі оранжевый сағынады. Ал негізі бірақ та оның достары жұбатады. Ал енді сендер қазір көресіңдер зат. Оказывается, жалғасы бар. Ойнамайтам құрсын. Ары қарай оранжевый осыны тауып алып достарын қарайды. И оказывается, бұл бесеу наконец-то кездеседі ғой бір-бірімен бірге. И және де ол бесеу мәз болып тұрған кезде ол порталдың қайда екенін сұрайды. Оранжевый оның порталдың қайда екенін біледі. және де оның достары порталға апарып не жатқан кезде портал жоғалып кетеді. Жалғасы бар.